Бізде рум-тур жақсылар, алыстан бізде үйімізге келіп көрмеген туысқандарымызға арнап кішігірім рум-тур жасағым келіп тұр. Ремонт жасаған кезде мен үшін бір үлкен опыт тәжірибе болды. Өйткені мен бұндай ремонт жасап көрмегенмін. Үйге бірінші рет жасадым. Сол себепті өзімнің түйген пайдалы ақпараттармен де бөліскім келіп тұр. Бір жағынан бір творчество, бір нәрсе создавать еткеннен кейін бір бөліскім келеді ғой. Жалпы кіргеннен кейін осындай прихожка болады. Сол жақта бізде кухня және зал болады. Мына жақта 2 спальня болады. Бірінші залдан бастайын. Зал бізде осындай. Біздің жалпы үйіміздің негізгі стилі, былайша айтқан кезде природа, яғни табиғат стилінде біз жасыл түспен ағаш түсті таңдадық. Бұл жерде дизайн бойынша барлық жұмыс бітпеген. Мына жерге әлі кітап қоятын толық зона тұрады, ТВ зона деген секілді. Бірақ маған бір қазір ойлана келеді, дәл қазір именно оның барлығы қатты қажет емес деп, осылай кішігірім жасап қоя салдық. Үйге кіретін кезде ремонт бастамай тұрып, мынандай кондердің сымын кіргізіп алғандарыңыз дұрыс. Өйткені бәрі біткеннен кейін кондер жасайтын болсаңыз, мына жерде шаңғытып өте жаман болып кетеді. Содан кейін перде бізде лен материалдан, осы материалды таңдауға кеңес беремін. Қатты қымбат та емес, қатты арзан түрде емес, средний, бағасы нормальный вроде, сапасы жақсы. Осы жерге төсек салып жатамыз, бізге осы жер өте ыңғайлы. Телевизор тұр, бірақ біз көрмейміз оны. Мына жерде кішігірім кітап, дәптерлеріміз қойып қойған болатынбыз. Залға мен полностью споттар қойдым және ортаға осындай минимализм стилдегі люстра қойып қойдық. Келесі бөлмеге кетейік. Бізде келесі бөлмеде бұл кухня, енді әйел адамдардың ұнататын жер болғандықтан кухняға біз көп көңіл бөлдім. Мына цвет маған өте қатты ұнады. Өздеріңіз қарап, тоже осы ұнаса қолдансаңыздар болады. Өте бір жылы эффект береді, және де тоже мынандай ағаш стиль, және де осындай жасыл түсте. Мебель деген енді мен үшін өте ең қиын ремонттың бөлігі болды да. Бұл үшін мен отдельно тағы рилстар түсіріп, мебельшіктермен қалай жұмыс жасау қажет жалпы, чтобы ровно, уақытылы, сапалы болу үшін де сол бойынша мен отдельно бір тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Біз жерге отырып тамақ ішеміз, жер үстелмен. Кейіннен мындай үстел, отыратын үстел алатын боламын. Бірақ әзірше осындай жер үстелге отырамыз. Мынау прихожканда дизайн көріп алсаңыздар болады. Пайдалы болса өздеріңізге қолдансаңыздар болады. Мына жерге ключ, кейбір сыртқа шыққан кезде керек заттарды қойғанға осындай полка қойдыртып кеттім. Осымен бізде рум-турдың бірінші бөлімі аяқталды, достар. Қалған екінші бөлімін спальный, санузел бөлімдерін келесі бөлімде көрсететін боламын.